Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге құрамы осындай 2 заттан тұратын коктейльдің видео рецептісімен бөлісетін боламын. Егер де коктейльдің рецептісі қызық болатын болса, міндетті түрде видеоның соңына дейін көріп жасап. Және де енді осылай 2 бананды жақсылап турап алатын боламын. Жақсылап турап блендерімізге осылай езетінімізге жақсылап турап әдемілеп салып алатын боламыз. Және де айта кетейін, мен 3 адамға арнап жасадым. Егер сіздер 1 адамға арнап жасайтын болсаңыздар, 1 банан қолданыңыздар. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көріңіздер, өте әдемі, дәмі ерекше күшті коктейль болды. ПП ұстап жүрген жандар болатын болса, диета ұстап жүрген жандар болатын болса, осы коктейльді де жасап ішсеңіздер болады түскі уақытта. Және де айта кетейін, менің каналымда плейлистте басқа да тағам түрлері бар, плейлистте сусын бар, сол жерден басқа да коктейльдердің және де смузилардың видео рецептілерін көрсеңіздер болады. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Міне және де керекті мөлшерде осылай сүтімізді құямыз. Мен 300 мг осылай сүтімді құйып, жақсылап әдемілеп езіп алдым. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай. Ал міне коктейліміз дайын болды. Және де енді мен диета ұстап жүрген жоқпыз біз. Сол себепті осылай 2 қасық сахарный пудра салып, жақсылап араластырып алдым. Егер сіз диета ұстап жүрген болсаңыз, қант қоспаңыз. Міне және де осылай ыдыстарымызға құямыз. Коктейліміз сондай қою, әдемі, дәмі ерекше болып шықты. Балаларыма да, жолдасыма да ұнады. Баршаңызға ас болсын, міндетті түрде жасап жеңіздер. Егер видео рецепті ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарийге өз пікірлеріңізді қалдырып қойыңыздар. Видео рецепті ұнаса, поделиться батырмасын басып, міндетті түрде WhatsApp желісінде жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Сондай әдемі, дәмі ерекше коктейль болды. Ас болсын.